Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте ерекше тағам хамир хасибтің табада пісетін рецептін ұсынғым келеді. Өзінің ерекше дәмімен сіздерді таң қалдырады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Алдымен біз ұнды електен өткізіп аламыз. Яғни қамырын дайындап аламыз. 80 мл суға 1 шай қасық тұзды салып, тұзымыз біздің кішкене ерігенше араластырып аламыз. Bir шетке қоя тұрып, бір жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстінен жаңағы дайындап алған суымызбен тұзды қосып, қолымызбен қамыр илейміз. Осы мөлшер жеткілікті, басқа артық қоспаңыздар. Барлық керек заттарды мен описание бөліміне жазып кетемін. Міндетті түрде сол жерден қарап алыңыздар. Міне достар, біздің қамырымыз осындай орташа қаттылықта шығады. Илеп алған қамырымыздың бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Ары қарай біз арасына салатын салмамызды дайындаймыз. 300 грамм тартылған етке майдалап туралған пияз бен укропты қосамыз. Пиязды міндетті түрде майдалап турап алыңыздар. Немесе блендерден өткізіп қоссаңыздар болады. Барлығын салып алғаннан кейін жуылған күріш саламыз. Күріш бұл жерде ескере кететінім піспеген күріш. Одан кейін дәмдеуіштер, сұйық май, су құйып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Керек заттардың барлығы осы видеоның астында описание деген жер болады. Сол жерден көріп алыңыздар. Міне біздің салмамыз дайын. Қамырымызды алып, июі қанғаннан кейін оқтаумен жаямыз. Міне достар, біздің қамырымыз осындай өте әдемі болып шықты. Қамыр жаятын жерге кішкене ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен дөңгелек жұқа қамыр жайып аламыз. Алдымен біздің қамырымыз тез жайылу үшін қолымыздың көмегімен осылай дөңгелетіп дайындап алсаңыздар болады. Достар, осы жерде айта кететінім, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Және осы видеоны поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп қойсаңыздар болады. Достар, сіздерге рецепт ұнайды деген ойдамын. Мені қай қаладан қарап отырсыз, пікірге жаза кетіңіздер. Міне достар, жұқалап дөңгелек қамыр жайып алғаннан кейін осылай кескіштің немесе пышақтың көмегімен 4 бұрышты бөліктерге кесіп аламыз. Бірдей 4 бұрышты бөліктерге кесіп алғаннан кейін арасына салмамызды салып шығамыз. Салмасын барлығына салып алғаннан кейін видеоға мұқият қарасаңыздар, түйілу жолын көрсетемін сіздерге. Өте оңай жасалынады. Міне достар, қамырдың бір шетін осылай салмамыздың бетіне жабамыз, екі жағын біріктіріп ораймыз. Өте оңай жасалынатын тағамның бірі, әрі өте дәмді болып шығады, ерекше тағам. Міне сіздерге екінші қайтара көрсетейін. Мұқият қарап алыңыздар. Барлық қамырды осылай түйіп алғаннан кейін бір шетке қойып, табаны қыздырып, майдалап туралған пияз, болгар бұрышымызды салып қуырамыз. Кішкене қуырғаннан кейін оның үстінен майдалап туралған қызанақ пен аскөкті салып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Бір-бірімен біріктіргеннен кейін ары қарай дәмдеуіштерімізді саламыз. Дәміне қарай салдым мен. Сіздер де солай жасаңыздар. Паприка, қара бұрыш, тұз салып, жақсылап араластырып алып, оның үстінен су құямыз. Судың мөлшері 100 мл болады. Одан көп құюдың қажеті жоқ. Міне достар, видеоға мұқият қарасаңыздар, қуырылған көкөністерден кішкене ғана суымыз жоғары тұруы қажет. Міне осылай барлық жерін тегістеп алғаннан кейін үстіне дайындап алған қамырларымызды рет-ретімен қойып шығамыз. Видеоға қараңыздар. Қамырымыз ешқандай да жабыспайды. Осы жерде отты өте баяу отқа қойып қойыңыздар. Ең баяу отта тұруы қажет. Барлық қамырды осылай орналастырып шығамыз. Видеоға мұқият қарап жасасаңыздар, өте дәмді тағам болып шығады. Астыңғы бөліктерін осылай қойып алғаннан кейін үстінен сұйық май жағамыз. Осы жерде сұйық май жағуды ұмытпаңыздар. Өйткені біз қазір үстіне қамыр қойып шығамыз, сондықтан арасы жабысып қалмас үшін сұйық май жағуымыз қажет. Сұйық май жағып алғаннан кейін екінші қайтара қамырларымызды қойып шығамыз.
Ең соңында барлық қамырдың үстінен осылай аз ғана мөлшерде сұйық майымызды жағып, қақпағын жауып, 30-35 минутқа пісіруге қойып қоямыз. Достар, міндетті түрде ең баяу отта пісіріңіздер. Міне біздің тағамыз дайын болды. Сіздерге осы рецепт ұнады деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады. Аралары жабыспай, күріші толықтай пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріп, жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма жазылған кезде подписаться дегеннің қасында қоңырауша белгісі болады. Соны да басып қойыңыздар. Өйткені менің жаңадан салған рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көре аласыздар. Міне достар, барлық қамырды осылай салып алғаннан кейін бетіне әсемдік ретінде көкшөп сеуіп, тамағымызды ұсына береміз. Тағамымыздың дәмі өте ерекше болды. Сіздерге сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сондықтан міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.